Жаңа заң бойынша басқарудың екі нысаны қарастырылған. Мүлік иелерінің бірлестігі заңды тұлға. Жай серіктестік заңды тұлға болып табылмайды. МИП немесе ЖС бір үйде құрылады. МИПті қалай тіркеуге және жай серіктестік құруға болады? Бірінші қадам – жиналыс ұйымдастыру. Жиналысты меншік иелерінің кемінде 10% бастамашыл топ немесе тұрғын үй инспекциясы шақырады. Екінші қадам – жиналыс туралы хабарлау. Меншік иелері алдағы жиналыс туралы жиналыстың өткізілетін күні туралы кемінде 10 күн бұрын хабардар етіледі. Үшінші қадам – жиналыста келесі мәселелері бойынша шешім қабылдау қажет. Басқару формасын таңдау. МИП немесе ЖС. МИП төрағасын не ЖС-тің сенім білдірілген тұлғасын сайлау. Үй кеңесінің мүшелерін сайлау. Тексеру комиссиясын немесе тексерушіні сайлау туралы. Төртінші қадам – жиналыс өткізу. Жиналысты 3 жолмен өткізуге болады. Қатысу тәртібі бойынша жүргізілетін ашық ерік білдіру жолмен, жазбаша сауалнама арқылы, ақпараттандыру объектілері арқылы талқылау және дауыс беру арқылы. Жиналысты өткізу нәтижелері бойынша хаттама жасалады және дауыс беру парақтары толтырылады. Бесінші қадам – жиналыста кворум болмаған жағдайда жазбаша сауалнама жүргізу қажет. Жазбаша сауалнама парағы жазбаша сауалнама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 7 күн ішінде әрбір меншік иесіне жіберіледі. Жазбаша сауалнама жиналыс жарияланған күннен бастап 1 айдан аспайтын мерзімде жүргізіледі. Жазбаша сауалнама нәтижелері бойынша хаттама жасалады. Алтыншы қадам – құжаттар тізбесін халыққа қызмет көрсету орталығына МИПті мемлекеттік тіркеуге тапсыру. Нәтижелері бойынша МИПті мемлекеттік тіркеу туралы анықтама беріледі. Жетінші қадам – жай серіктестік құрылған жағдайда барлық меншік иелері қарапайым жазбаша сенімхаттар береді және бірлескен қызмет туралы келісім шарт жасалады. МИП немесе ЖС қызметін жүзеге асыру үшін техникалық және қаржылық құжаттаманы беру туралы бұрын әрекет еткен басқару органына хабарлама жіберу қажет. Құжаттама берілмеген жағдайда оларды сот тәртібімен талап етуге болады. 15 жұмыс күні ішінде екінші деңгейдегі банкте ағымдағы және жинақ шотын ашу, жиналыста жарна мөлшерін бекіту, сервистік қызмет субъектілерімен және коммуналдық кәсіпорындармен үйді күтіп ұстау бойынша шарттар жасау, кондоминиум объектісін тіркеуді қамтамасыз ету. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері белсенді болыңыз. Өйткені сіздің үйіңіздің әл-ауқаты сізге байланысты.